бастайық. Наурыз мейрамына орай демалыстарды қалай өткіздіңіз? Көжеге тойып, шын көңілмен демалған шығарсыздар. Осы демалыстардан кейін Алматы қаласы мәдениет және ішкі саясат басқармасындағылар бір сұраққа жауап беру керек ау. Оңтүстік Астананың әкімі Ерболат Досаев ескі алаңда киіз үй құрамын деп сынға қалды. Алаңда тігілген үйлер қазақтың киіз үйіне мүлде ұқсамайды. Не керегесі жоқ, не уығы жоқ. Ақпарат Экспресс.ка сайтында шықты. Ол жайлы журналист Гүлвира Биғалиева өзінің Facebook парақшасында айтқан екен. Бір қарағанда мыналар киіз үйден гөрі чумға ұқсайды. Инстаграмдағы оқырмандардың пікірін оқып көрейік. Киіз үйдің туалеті шығар, чукчалардың үй сияқты. Ақшасын жеп қойған ғой, Алиэкспресстен заказ берген. Бір түрлі үйлер туралы шенділер әлі жауап бермеді. Мүмкін бір өзгешеленгісі келген шығар. Әзірге түсінік жоқ. Жақын арада жауап болады деп сенейік. Ал ақпараттың толық нұсқасы Экспресс.ка сайтында.